Ассаламу алейкум, сіздерге өте дәмді, қылтығы жоқ балық әзірлеп көрсетемін. Ең алдымен пышақтарымызды жақсылап тұрып қайрап өткірлеп аламыз. Және де балықтың майда сүйектері орналасқан бөлігін құйрықтан қабырғаға дейінгі астыңғы бөлігін және шеткі омыртқа бойында орналасқан жоғарғы шетіндегі майда қылтықтар орналасатын бөлігін арақашықтығы 1 мм-ден көп емес 1 мм-ден етіп омыртқа сүйегіне дейін жеткізіп пышағымызбен тіліп шығамыз. Өздеріңіз байқап тұрғандай. 1 мм-ден көп етпеңіздер. Ол кезде ұсақ қылтықтары пышақпен кесу барысында бөлініп кесілмей қалуы мүмкін. Сол кезде ол піскеннен кейін қылтықтың майда жағымсыз бөліктері тамаққа кетіп қалуы мүмкін. Дәл осылай жиілеп 1 мм арақашықтықта екі балығымызды тіліп кесіп алдық. Майда қылтықтары орналасатын жерлерін және татуына қарай тұздап аламыз. Қара бұрыш себеміз татуына қарай. Және де осы тұздап, бұрыштап болғаннан кейін бірден қуыра берулеріңізге де болады. Мен мұнда арнайы балыққа арналған дәмдеуішті сеуіп жатырмын. Бұл міндетті емес. Кейін бірден қуырып алсаңыздар болады, ұнға аунатып. Бірақ та мен көрсеткендей қаймақты бір балыққа бір ас қасық қаймақ саламыз да, ішкі және сыртқы тілінген жерлеріне де жақсылап тұрып кіргізіп, қаймақты жағып 30 минутта маринадқа қоямыз. 30 минут өткеннен кейін ұнға жақсылап аунатамыз. Балықты ұнға жақсылап аунатамыз. Қызып тұрған өсімдік майына қуырып аламыз. Балықтың бір жақ беті қызарғаннан кейін екінші жақ бетіне аударамыз. Дайын болған балығымызды салфетка төселген ыдысқа қойып, артық майын сарқимыз. Дайын болып қуырылған балығымызды дастарханға ыстықта немесе салқын күйінде кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Бұл балықты қылтықсыз пісетін басты ережесі ол майда қылтықты етті бөлігін, яғни құйрығы мен жоғарғы омыртқа шеті қабырғаға дейінгі барлық майда қылтығы орналасатын етті бөлігін өткір пышақпен арақашықтығы 1 мм-ден, міндетті түрде 1 мм-ден аспайтын етіп жұқалап омыртқа сүйегіне дейін сүйегін бөліп жібермей тіліп кесіп шығу керек, сүйекке дейін жеткізіп. Майда сүйектері кесілгеннен кейін одан да ұсақ етіліп қызып тұрған майға қуыру барысында тілінген тілік арасынан май қызып тұрған өтіп, қуырып, езіліп, майда сүйектері жоқ болып кетеді. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.